саламатсыздар ма балалар? Бүгін өтетін тақырыбымыз кристалл және аморф денелер, қатты денелердің механикалық қасиеттері. Яғни кристалл аморф денелердің ұқсастық ерекшеліктеріне тоқталамыз. Ал балалар, кристалл денелерге келетін болсақ, атомдар дұрыс формалы кристалдық торды құрай отырып қатаң реттелген түрде болады. Аморфты денелер формасын сақтайды да, дұрыс формалы кристалл торы бұнда болмайды. Ал кристалдарға келіп тоқталатын болсақ, бұлар монокристалдар болады, аморф денелер поликристалдар болады. Монокристалдарға жататын кварц, алмаз, поликристалдарға жататын металл, қант, тұз. Ал кристалдарға жеке тоқталатын болсақ, балалар, бұл көп бұрышты формасы бар қатты заттар. Басқа қатты заттар денелерде кристалдар арасындағы негізгі айырмашылығы бұнда периодты түрде орналастырылған атомдар, молекулалар, иондардың жиынтығы кристалдардағы тордың болуы өте маңызды. Монокристалдарға келетін болсақ, бұл үлкен жалғыз кристалдар. Физикалық қасиеті, геометриялық пішіні тұрақты балқу температурасында анизотропты. Жаңа біз монокристалдарға тоқталдық, енді поликристалдарға тоқтайық. Поликристалдар көптеген аралық кристалдардан тұратын кристалдық заттар. Оның физикалық қасиеттері дұрыс геометриялық бұрышы тұрақты балқыту нүктесінде болады, бірақ поликристалдар изотропты болады. Барлық асыл тастар әйнекті сызып тастаса да, әйнек жолағын тек алмаспен ғана қиып алуға болады. Алмаздың шыны кескіші кристалдың екі шетінде өткір бұрышпен біріктіріледі. Бұл талаптарды екі қабырға жақсы қабылдайды. Яғни алмастың өзінің ұшы қатты кристалл денеге жатқызатындығын одан біз ұғамыз. Ал енді кристалдарды қолдануға келетін болса, мына суреттерге қарап отырып, кристалдарды қай жерлерде қолданылатындығын кристалдық органдардың реттік нөміріне келтіреміз. Мысалы, алмаз, сұйық кристалдар, силикон, кварц, руби, графит, вольфрам, молибден, бұның барлығы жартылай өткізгіштерге жатады, бірақ кристалдарды осы жерлерде қолданатынымызды біз дәлелдейміз. Қатты денелердің сипаттамасына келейік. Біз бірінші өткенде кристалл мен аморф денелердің арасындағы ұқсастық ерекшеліктеріне қатты тоқталдық. Соның ішінде кристалл денелердің сипаттамасы анизотропты болып келеді дедік, аморф денелердің сипаттамасы изотропты болып келеді дедік. Яғни анизотропты түрлі бағыттардағы кристалдардың механикалық, жылу, электрлік және тағы бір қасиеттерінің әртүрлі болуынан болады. Мысалы, жылу өткізгіш кристалды өткізу жылдамдығы оптикалық қасиеттеріне тән болады. Ал аморф денелер изотропты. Аморф денелер изотропты, бұл денелер бұл қатты сұйық қасиеттерден байқалатын денелер. Дененің физикалық қасиеттері оның ішінде бағытына тәуелді еместігі. Яғни аморф пен кристалл денелердің арасындағы ұқсастық ерекшеліктерінің жылулық қасиеттерінен білетінімізді балалар ұмытпайық. Жылулық қасиеттерінен білеміз. Аморф дене изотропты бөлінеді, кристалдар анизотропты. Не себепті деген сұраққа жауап беретін кезде, кристалдарда себебі балқу температура бар, аморф денелерде балқу температурасы жоқ. Ал енді балалар, үйге тапсырма аморф денелер мен кристалл денелердің арасындағы ұқсастық ерекшеліктеріне жеке-жеке тоқталып, мысалдар келтіріп, схемаларын сызып, реттілік нөмірлерін байқап, жұмыс жасап келесіздер. Ал балалар, қош сау болыңыздар.